Баршаға сәлем достар, сіздермен Сұлтан фильміз. Достар, бүгін Гарри Поттердің екінші киносына шолу жасайтын боламын. Алдымен арнаға тіркеліп, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Ал мен шолуды бастайын. Жазғы демалыста Гарри Бернің көкесінің үйіне оралды. Ал оның үкісін болса, көкесі торға қамап қойған екен. Күндердің бір күнінде Бернің көкесінің бастығы олардың үйіне қонаққа келеді. Бұл отбасы үшін аса маңызды болғандықтан, Гарриді қонақтарға көрсетпей, бөлмесіне жасырып ұстауды шешті. Сол күні Гарри бөлмесіне келгенде, көз алдында үй эльфін байқайды. Добби атты эльф өзінің сиқыршыларға қызмет ететіндігін айтады. Кейін Гарриге ескерткендей, биылғы маусымда Хогвартсқа бармауын сұрайды. Барған жағдайда Гарри үлкен қиындықтарға тап болады екен. Добби Гарриге жаз бойы достарынан келген хаттарды жеткізбей, жыртып отырғандығын осы кезде мойындап қояды. Сәлден соң Добби есінен алжасқандай, басын жиһазға соққылап, өзін кінәлай бастайды. Осы сәтте Бернің көкесі Гарриге келіп, тынышталуын тапсырды. Кейін Добби тынышталмай бөлмеден шығып кетеді. Одан соң қонақтарға зиянын тигізу үшін тортты сиқырлап тастайды. Гарри болса сиқырланған торт қонақ ханымның басына түспесін деп келе жатқанда, торт былш етіп әйелдің бетіне құлайды. Ашуланған Бернан Гарриді бөлмесіне қамап, терезе сыртын тормен қаптап тастайды. Түнде Гарри терезе сыртынан Рон мен оның екі ағасы Фред және Джорджды көреді. Олар әкелерінің ұшатын сиқырлы көлігін алып, Гарриді мектепке алып кетуге келген. Көлікпен темір торды жұлып алған соң, Гарри босап шығып жүктермен көлікке мініп Ронның үйіне келді. Сиқыршы отбасы Гарриді жақсы қарсы алады. Кейін балалар мектепке дайындық құралдарын алу үшін қисық қабырға көшесіне барады. Гарри мен Гермиона бірін-бірі көріп қуанып қалды. Мектепке керекті құралдарды алу үшін кітап дүкеніне кірген олар сиқыршы жұлдыз Локонспен кезігеді. Оқушылардың барлығы Локонспен таласып суретке түсті. Шығар кезде Гарри мен Малфой кездесті. Тілашшы бала Гарриге сөйлей бастағанда, оны әкесі тоқтатады. Луциус атты ол өте ауқатты, әрі ата бабасынан барлығы сиқыршы болған адам еді. Өзін керемет ұстаған ол Гермионаның ата-анасының жай адам екенін айтып мазақтайды. Кезек Ронға келгенде, олардың жағдайларының нашар екенін айтып тиіседі. Вокзалға барып пойызға орналасатын уақыт келді. Барлық отбасы болып вокзалға барып, әдеттегідей қабырғадан өткенде, қырсыққанда Гарри мен Рон өте алмай қалады. Сондықтан екі бала көлікпен мектепке шығады. Алайда олар жерге сәтсіз қонып, сиқырлы ағашқа құлады. Ағаш оларды әрі-бері шайқап, жерге лақтырады. Көлік екі баланы шығарып тастап, өзі кетіп қалды. Осылай екеуі бірдеңе қылып мектепке аман-есен жетті. Бірақ олардың бұл қылықтарын басшылық назардан тыс қалдырмас. Снейп профессор екеуін мектептен қуу керек деді. Бірақтан МакГонагал мен Дамблдор бұл ойға келіспеді. Олар басқалай жазаланды. Мектеп сабақтары басталып кетті. Оқушылар сиқырлы өсімдіктер сабағында шыңғыратын тіршілік иелерімен танысады. Үзіліс кезінде Рон өзінің сынған сиқырлы таяқшасын жапсырып отыр. Айта кетсек, өткен жолы көлікпен құлағанда сындырып алған еді. Ал осы жылғы бастауыш сынып оқушысы Колин барлығын түсіріп жүр. Ол Гарриді де фотоаппаратпен түсіріп алады. Келесі сабақ қара күштермен күрес. Бұл пәннің мұғалімі өзін жақсы көретін Локон еді. Сабақ барысында Локон өзінің батырлығын көрсету үшін бір топ сиқырлы жыртқыштарды шығарды. Алайда жоспары іске аспай өзі қашып кетеді. Паквидиш ойыннан дайындалу кезінде Гриффиндор мен Слизерингтер кездесіп қалады. Командаларына алған жаңа ұстаушыларын да таныстырды. Ол Малфой. Салған жерден ол Гермионаны ласқан деп мазақ етеді. Ашуланған Рон оны таяғымен сиқырламақ болды. Дегенмен сынған таяғы кері өзіне әсер етіп, ұлу құса бастайды. Ронды Хагридтің үйіне апарды. Гермиона әлі болсын, ласқан деген сөзге ренжіп отыр. Хагрид қызды жұбату үшін не бір аңыз деген сиқыршылардың өзінің жоқ дегенде бір қарапайым туысы болған дейді. Өткен жолғы қылықтары үшін жазаланған Гарри Локонс мұғалімге көмектесуге жіберілді. Екеуі түн жарымға дейін Локонстың жанкүйерлеріне қол қойып береді. Жұмыс жасап отырып, Гарри қабырғалардан белгісіз бір дыбысты естіді. Локонс баланың айтқандарына сене қоймады. Бұл оның жұмыстан қашып отырған айласы деп санады. Тірлікті бір жақты еткен соң, бөлмеге қайтар жолда Гарриге жаңағы дыбыстар естіліп, өлім деген сөздерді сөйлеген адамды іздей бастайды. Кейін дәлізден Рон мен Гермионаны кезіктірді. Балалар өлмекшілердің үйір болып, мектептен кетіп жатқанын байқады. Ал одан сорақысы қабырғаға қанмен жазылған жазу еді. Құпия бөлме ашылды деген жазудың жанында мысықтың өлігі тұр. Бұл мысық мектеп күзетшісі Хьюждікі еді. Осы сәтте бұл жерге барлық оқушы мұғалімдер келіп қалды. Хьюжда мысығының өлімін көріп, оған Гарриді кінәлады. Мектеп директоры Дамблдор барлығын сабырға шақырып, кейін Гарри мен достарынан басқа ешкімнің қалмауын айтты. Дамблдор мысықтың өлмегенін, жай ғана қатырылғандығын айтты. Сондықтан оны жақын арада қайта тірілтеді. Тегендегі мектепте сақтықты күшейту қажеттігін
мұғалімдер мен балаларға ескертті. Профессор МакГонагал сабақ үстінде Гермиона мұғалімнен құпия бөлме жайлы айтып беруін өтінді. Мұғалімнің айтуынша кезінде Хогвартсты 3 сиқыршы құрады. Оның бірі Салазар Слизерин еді. Слизерин мектепте жүргенде құпия бөлме жасатқан екен. Аңыз бойынша бөлмені дәл осы Слизериннің қандас ұрпағы ашады екен. Бұл бөлмеде жасырылған қауіпті құбыжықты босатып, мектептегі барлық ласқан оқушыларды жояды. Сабақтан соң Гермионаның көдегі бірден Драго Малфойға ауды. Оның ойынша дәл сол Слизериннің ұрпағы және ласқандарды жек көреді. Сондықтан оны тексеріп көруді шешті. Келесі күні мектепте паквидиш матчы басталды. Гриффиндор мен Слизерин кездескен бұл ойын Гарри мен Малфойдың айқасы еді. Гарри керемет ойнап, доптың кедергі келтіргеніне қарамастан спичті ұстап алады. Ол жерге құлады және жеңіс Гриффиндорда. Алайда Гарри қолын сындырып алған екен. Локонс ұстаз оны сиқырмен емдегісі келген. Бірақ керісінше жағдайды ушықтырып, сүйегін жоқ қылып жібереді. Ауруханаға әкелінген Гарриге медбике көмектесіп сүйегін өсіретін дәрі береді. Кешкісін аурухана төсегінде ұйықтап жатқан Гарриге Добби келді. Дәл осы Добби Рон мен Гарри мектепке бармасын деп вокзалдағы қабырғаны дуалап қойған екен. Оны өзі де Гарриге мойындады. Добби өзінің үстіне киген жамылғысының құлдықты білдіретіндігін айтты. Ол сиқыршының малайы. Ол тек егесінің киімін алған кезде ғана бостандыққа шыға алатын. Добби қайта Гарриге мектептен кетуін ескертуде. Алда оның басына қауіп-қатер төніп, бұрындары болған қасіретті оқиға қайталануы мүмкін екендігін айтады да Добби жоқ болады. Ұйқыда жатқанда Гарри қайта дыбыстар ести бастады. Бұл мұғалімдер екен. Олар ауруханаға қатып қалған бала Колинді келді. Осы оқиғадан соң Дамблдор мектептегі қауіпті құпия бөлменің ашылғандығын іштей мойындады. 3 досы мектептегі қыздар әжетханасында отыр. Мұнда ешкім келмейді. Себебі әжетханада Плакса Миртл атты елес қыз бар еді. Ол үшеуінің жүрген себебі Малфойдың Слизерин ұрпағы екендігін анықтау үшін дәрі жасап жатыр. Мектептегі қара сиқырмен күрес сабағында Локонс пен Снейп профессорлар өз араларында дуэльге шығады. Локонс жеңілді. Кейін дуэль кезегі Малфой мен Гарриге келді. Малфой бірінші болып Гарридің алдына жыланды сиқырмен тастайды. Ал Гарри одан қорықпай, керісінше жыланмен сөйлесе бастады. Барлық оқушы аң-таң. Снейп бұл істі дереу тоқтатып, жыланды өлтірді. Гарри бөлекке шығып кетті. Артынан жүгіріп келген Гермиона оған жыланмен сөйлесу қабілетінің барын айтады. Бұл өте ерекше қабілет. Алайда кезінде Слизеринді жыландармен сөйлесе алғандықтан, енді бәрі Гарриді Слизериннің ұрпағы деп ойлап қалатын болды. Оған қоса айта кететін тағы бір ақпарат, Волан-де-Мортта жыландардың тілін білген. Мектеп дәлізінде келе жатқан Гарри қайта сол бір дауыстың соңынан жүре отырып, жерде қатып қалған баланы тауып алды. Бұл сәтте оны аңдып жүрген Хьюз да келді. Ол баланы айыптап бастады. Ал Гарри дәлізде үйір болып кетіп бара жатқан өрмекшілерге назар аударды. Біраздан соң МакГонагал Гарриді ертіп Дамблдордың бөлмесіне келді. Басты себеп жаңағы болған жайтты талқылау. Гарри бөлмедегі құстың көз алдында жанып кеткендігін көрді. Дамблдор құстың Феникс деп аталатындығын және ол өртеніп қайта күлден туатындығын айтады. Бұл құс өте мықты әрі қасиетті болып саналады. Бұл сәтте директор Дамблдордың бөлмесіне Хагридте келе қалды. Ол Гарридің айыпталғандығын естіп, оны қорғау үшін келіп тұрған еді. Алайда Дамблдор Гарриді мүлде кінәлі санамайды. Сондықтан балаға ұрысқанда жоқ, жай ғана жібере салды. Уақыт өтіп жаңа жыл мейрамы да келіп қалды. Гермиона өткен жолы әжетханада жасаған дәрісінің дайын болғанын айтады. Сол дәрінің арқасында Малфойдың жанында жүретін достарының кейпіне ене алатын. Бұлардың қазір жасау керек әрекеттері Малфойдың достары Греб пен Гойлды ұйықтатып, кейін олардың шаштарын алып, дәріні ішіп соларға айналу еді. Ал Гермиона өзіне Слизериндегі бір қыздың шашын алған екен. Гарри мен Рон толықтай жаңағы жігіттердің кейпіне енді. Олар Гермионаның келуін күтті. Алайда ол келмей, әрі қарай шаруаны өздері жасауға кірісті. Гарри мен Рон Малфоймен бір бөлмеде отырғанда, оларға еш күдік түспеді. Малфой оларға бар әңгімесін айтып, әкесінің құпия бөлменің ашылғандығына 15 жыл болды деген әңгімесін айтып берді. Уақыт өтіп Гарри мен Ронның ішкен дәрілерінің әсері кете бастады. Олар қайта өз кейіптеріне оралмай тұрғанда, бұл жерден кетіп үлгерді. Ал Гермионадан хабар жоқ болғандықтан, екеуі қыздар әжетханасына барады. Сөйтсе Гермиона байқамай қателесіп, мысықтың жүнін алып кетіп, мысыққа айналып кеткен екен. Бірнеше күн өтті. Мектепте жүрген Рон мен Гарри дәлізді су басып кеткендігін көрді. Және осы су қыздар әжетханасынан ағып жатқан еді. Мұны істеген Плакса Миртл еді.
елес қыздан барып болған жайтты сұраған екеуіне, Миртл кеше белгісіз біреудің бетіне кітап лақтырып кеткендігін айтады. Гарри кітапты өзіне алды. Алайда оны ақтарып көріп еді, ішінен ештеңе таппады. Ал кітаптың бір парағына сия таңғанда, ол жоқ болып кетеді. Солай Гарри кітапқа жаза бастады. Қызығы жазған жазуына кітап жауап беріп отырды. Сөйтсе бұл кітап емес, күнделік екен. Күнделіктің егесі Том Реддл. Күнделіктен Гарри жазу арқылы құпия бөлмені сұрағанда, күнделік оны осыдан 15 жыл бұрын болған оқиғаға апарады. Гарри онда жас жігіт Рон Реддлді көреді. Ол мектептен табылған қатып қалған оқушыларды бақылап тұр, ал оған сырттай күдіктеніп қараған Дамблдор да осында. Дамблдор Томға мектептің жабылуы мүмкін екендігін айтады. Жаңағы Том деген жігіт Хагридке барады. Алайда Хагрид оған қарсы тұрып, Арагонның адамға зиян тигізетін зат еместігін айтады. Оны Том тыңдамай, сиқырмен сандықтағы Арагонды босатады. Арагон деген үлкен өрмекші екен. Осы оқиғадан соң Хагридті мектептен қуады. Ал Гарри қайта қазіргі уақытқа оралды. Осыдан соң күнделікті Гарридің бөлмесінен біреу ұрлап алып кетті. Рон мен Гарри ауруханаға қатқан күйінде әкелінген Гермионаны көреді. Оны осылай жатқан күйінде кітапханадан тапқан екен. Мектеп ішінде осындай оқиғалар жиілеп кеткендіктен тәртіп күшейтіліп, есіктер жабылды. Гарри болса Хагридпен кездесіп, оның өткен уақытта болған оқиғасын білгісі келеді. Рон екеуі көрінбейтін шапанмен Хагридтің үйіне келді. Басты сұрақтары құпия бөлме жайлы не білетіндігі. Алайда үйге келген олар ғана емес, Дамблдормен жанында адамы бар. Үйге кірген адам Хагридті тұтқынға алады. Кетер кезінде Хагрид басқаларына білдірмей, Рон мен Гарриге өрмекшілердің артынан еріңдер деп бұйрық береді. Екі бала өрмекшілермен жүре отыра, үлкен өрмекші Арагонға жетеді. Арагон оларға сол күні қыздарды мен өлтірмедім деп ақталады. Ертесі күні Гермионаның жанында отырған екеуі оның қолынан айна мен бір парақ табады. Парақта жылан бейнеленген. Дәл осы жылан адамдарды бір көзқарасымен ақ өлтіреді. Ал осы уақытқа дейін қатқан оқушылардың барлығы оны айна не болмаса фотоаппарат арқылы көрді. Осыдан 15 жыл бұрын Арагон өлтірді деп айыпталған қыз болса, өлмеген екен. Ол тек елеске айналып кеткен. Әрине ол әжетханадағы Плакса Миртл еді. Мектепте барлық оқушылар бөлмелерінде қамалып отырғанда, Гарри мен Рон дәліз кезіп жүр. Олар мұғалімдердің әңгімесін естіді. Айтуларынша оқушы қыз жоғалған екен. Ал Локан оны құтқарамын деп, батырлыққа салып, құпия бөлмені іздеуге аттанды. Рон болса жоғалған қыз өзінің кіші қарындасы екендігін білді. Екі бала Локанспен бірге құпия бөлмені табамыз деп, оның кабинетіне келді. Алайда батыр деп жүрген Локанс қорқақ біреу екен. Өзі де осыны мойындап, өзі жайлы аңыз әңгімелердің жалғандығын айтады. Бірақ Гарри мен Рон Локанды бәрібір де өздерімен бірге алып кетеді. Олар қыздар әжетханасына барды. Плакса Миртлмен сөйлесе келе, оның шабуылға ұшыраған жері осы әжетхана екендігін білді. Гарридің басына ой келді. Миртлға шабуыл әжетханада жасалса, демек құпия бөлме осы әжетханада деп ойлады. Гарри жылан тілінде сөйлегенде, құпия бөлменің есігі ашылады. Ішіне Локанды итеріп, кейін өздері де түскенде, олар бұл жердің жыланның үңгіріне ұқсайтындығын түсінді. Ал Локан Ронның сынық таяқшасымен бұларға қарсы шығуға тырысқанда, керісінше өзіне зиян тигізіп, жоғарыдан тас құлатады. Гарри мен Рон екіге бөлініп кетті. Тас жауып қалғандықтан, әрі қарай жолды Гарри жалғыз, ал Локан Ронмен жалғастырады. Ол үлкен алаңқайдан тап болды. Гарри бұл жерден талып қалған Дженниді тапты. Кейін оның жанында Том Реддл келеді. Дженниді талдырған сол. Осы уақытқа дейін күнделіктің ішінде қалған Том Дженнидің қолына күнделікті түсіру арқылы құпия бөлменің есігін аштырып, енді міне өзі тіріліп, Василиска атты жыланды босатып отыр. Ал Дженни күнделіктен құтылғысы келді. Оны әжетханадағы суға лақтырып та көрді. Бірақ Томды тоқтата алмады. Ал енді Том қайта өмірге келу үшін Гарри мен Дженниді өлтірмек. Оның үстіне Томның Волан-де-Мортқа қатысы бар. Нақ сол арқылы ол Волан-де-Мортты тірілтеді. Гарридің таяқшасы Томның қолында. Ал оған көмек ретінде бұл жерге Феникс құс келеді де шляпаны тастайды. Волан-де-Морт Василисканы шақыртты. Көз қарасымен Гарриді өлтіріп тастамасын деп, Феникс жыланның көзін жарлайды. Ал кейін ол Гарриге шабуылдағанда, шляпаның ішінен шыққан қылышты Гарри жыланға тығып өлтіреді. Онымен бірге жыланның тісінде алды. Сол тісті күнделікке қадап, оны жыртты. Нәтижесінде Том жоғалып, Дженни тірілді. Гарридің жарасын Феникс құс көз жасымен емдеп, кейін құпия бөлмедегілерді сыртқа алып шықты. Болған оқиғадан хабардар болған Дамблдор Гарри мен Ронды батылдықтары үшін мақтайды. Кейін осы жасаған істерінің арқасында Хагрид босап шығатындығын айтады. Осы уақытта бөлме ішіне Луциус, яғни Малфойдың әкесі келді. Дамблдор оған күнделікті көрсетіп, істің ашылғандығын айтты.
Ашуланған әкесі кетіп бара жатқанда, Гарри оны тоқтатып күнделікті береді. Ал ол жанындағы Доббиге ұстатады. Добби күнделікті ашып еді, ішінен носки тапты. Бұл носки оның есіне тиесілі болғандықтан, ол азат етілді. Ашуланған Люциус Гарриге шабуылдамақ болғанда, Добби оны құтқарады. Ертесіне мектепте үлкен мейрам болып, Хагрид түрмеден босап, Гермиона қайта қалпына келді. Достар, осымен екінші бөлімнің соңы, және де қалған бөлімдерін шығарайын ба, сол жайлы комментарийға жаза кетіңіздер. Егер де 1000 лайк жинайтын болса, онда барлық қалған серияларын бір видеоға салатын боламын. Сондықтан барынша лайктарыңызды баса кетіңіздер. Келесі кездескенше.